Қазақстанда келесі Тоқаевтан кейін дариға болады деп вице-президент дейма. Осы бойынша не дейсіңдер, халқым? Ойларыңыз қандай? Мен ол туралы мүлдем ойлаған жоқпын. Анда-санда ой келеді басымызға, бірақ қатты бір ойлап жүрген жоқпын. Қазақта әйел биледі ме екен патша болып? Американда да билемей жатқанда 57 рет президент ауыстырған Америкада бірде-бір әйел болған жоқ. Әлі Қазақстанда бола ма екен? Комментарий жазып кетіңіздер, ойларыңызбен бөлісіңіздер. Жалпы ютубқа көп шығып тұрайын десем, мына жақта именно вот ютубқа дейтін көзқарасым сәл дұрыс болмай жатыр да. Бірақ осында ауысу керек, иә, осында. Өйткені бұл да үлкен площадка ғой, не дегенмен. Сол, ойларыңызды біліп кетейін, рахмет бәріне. Қолдап отырыңыздар, жазыңыздар.